Баршаларыңызға сәлем, құрметті оқушылар. 11 сыныптың химиясы 1-тоқсанға арналған тжб жұмысының шығару жолын көрсететін боламын. Бірінші сұрағымыз: электрофильді орын басу әдісімен бензолдан нитробензол алу үшін қандай ионды қолдануға болады? Бұл жерде дұрыс жауабы Д варианты, NO2+ ионын қолдануымызға болады. Келесі екінші тапсырма: берілген заттардың атауы бойынша құрылымдық формуласын құрастыр дейді. Толуолдың құрылымдық формуласы бензол сақинасы болады, қос байланыс және де бір метил радикал болады. Міне, бұл толуолдың құрылымдық формуласы. Келесі 1, 2, 4 триметил бензол дейді. Бұл жерде бірінші бензол сақинасын сызып аламыз. Бірінші көміртекте, екінші көміртекте және мына төртінші көміртекте метил радикалдары бар. 1, 2, 4 триметил бензол деп аталады. Берілген заттардың біреуінің изомерінің формуласын құрастыр дейді. Біз қазір 1, 2, 4 триметил бензолдың изомерін құрастыратын боламыз. Бір радикалды этил радикалы деп жіберейік. Сонда бұл затымыз біздің этил толуол деп аталады. Этил толуол деп аталады. Құрастырған изомердің ағуы бойынша тығыздығын анықтаңыз дейді. Д тең мр 1 бөлінген мр 2 деген формула келтіреміз. Ауа бойынша дейді, сонда біз 29-ға бөлеміз. Мұна беріліп отырған затымыздың молекулалық массасын 29-ға бөлеміз. Енді есептейік, бұл жерде бізде қанша көміртек бар? 6, 8, 6, бензол сақинасында 6 көміртек бар. Мынамен 8, 9, 9 болады. Енді сутек санайтын болсақ, сутегіміз бензол сақинасында 4 сутек бар. 4, 9, 12. С9H12-ның молекулалық массасын есептейміз. 12-ні көбейтеміз 9-ға, қосамыз оған 12-ні, сонда 120 шығады. 120-ны 29-ға бөлеміз. 4,13. Ары қарай кеттік. Мына өзгерістердегі X қандай зат дейді? Бұл жерде X-іміз толуол. Яғни X затымыз толуол, X затының бір изомерін жаз дейді, ол бізде бензол болады. Формуласы С6H6. X затының жану реакциясы теңдеуіндегі түзілген заттардың формулалары алдындағы коэффициенттердің қосындысы. X заты бізде толуол болды, толуолды жағатын болсақ, не пайда болады? СО2 мен H2 пайда болады. Енді мына жерде бізде 7 көміртек, мына жерге 7-ні қоямыз. Сутегіміз қанша? 5, 8-ні жерге 4-ті қоямыз. Сонда оттегіміз 14, 18 болады. Мына жерге сонда 9-ті қоямыз. Түзілген заттардың формулалар алдында коэффициенттердің қосындысы сонда 11-ді құрайды екен, коэффициенттердің қосындысы.
Суреттегі формуланың атын жазыңыз дейді. Суреттегі формуланың атауы пентил бензол немесе изоамил бензол деп аталады. Төртінші тапсырма өзгеріс тізбегіндегі А және Б заттары. Бұл жерде А зат ретінде су, Б зат ретінде мыс оксиді қолданылады. А жауап болады. С5H10O құрамы бар алдегидтің бір изомерін құрастыр дейді. Бұл С4H9SOH. Бұл бізде бутаналь деп аталады. Бутаналь. Бутаналь деп аталады. Және де С5H10O құрамы бар алдегидтен дейді карбон қышқылын алу теңдеуін құрастыр дейді. Міне осы бутанарға біз күміс оксидін қосатын болсақ, нәтижесінде бутан қышқылы алынып, күміс тұнбаға түседі. Әрмен қарай құрамында 11,2% этан болатын 100 литр қалыпты жағдайда табиғи газдан алынатын сірке алдегидінің зат мөлшерін тап дейді. Так, бұл жерде енді мына жерге жазып көрсетейін, мына ашық жерге сіздерге жазып көрсетейін. Ең бірінші біз мына этаннан С2H6-дан не істейміз? Ацетилен алып аламыз. Ең бірінші ацетилен алып аламыз. Сол алынған ацетиленге суды қосу арқылы біз не істейміз? Сірке алдегид алынады, CH3SOH алынады. Енді қарайық, 11,2% этан болған 100 литр дейді. Сонда біз мынау 11,2%-ын тауып аламыз 100 литрдің. 100-ді көбейтеміз 11,2-ге, сосын 100-ге қайтып бөлетін болсақ, 11,2 литрдің өзі шығады. Асты қалыпты жағдайдағы көлемі 22,4 литр. Осы жерден біздің ацетилен тауып аламыз. X деп ацетилен табатын болсақ, пропорциямен жауабы 11,2 болады. Енді осы 11,2-ні алып кеп, мына жерге қоямыз. Асты 22,4 болады. Сірке алдегидінің зат мөлшерін сұрап жатыр. Зат мөлшері 1 моль. Осыдан X таба саламыз. 11,2-ні бөлеміз 22,4-ге. 1 мольға көбейттік. Сонда жауабы бізде 0,5 моль болады. Мына жерде литр болған, мына жерде литр болған, литр мен литр қысқарып, сонда жауабы 0,5 моль шығады. Ары қарай С4H8O2 берілген молекулада күрделі эфирдің мүмкін болатын изомерлерін жазыңыз дейді. Бұл жерде күрделі эфир деп отырғанымыз С2H5 СО CH3. Бұл бізде қалай деп аталады? Метил пропионат деп аталады. Немесе CH3 СО С2H5. Бұл этил ацетат деп аталады. Құрамында 8 сутек атомы бар күрделі эфирдің салыстырмалы молекулалық массасы дейді. Жалпы күрделі эфирдің құрылымдық формуласы қандай? Осылай болып келеді. Енді орындарына қоятын болсақ,
Мгм. Міне құрамда көріп отырғанымызда 8 сутек бар, иә? Құрылымдық формуласын жаздық. Енді салыстырмалы молекулалық массасы дейді. Осының салыстырмалы молекулалық массасын жазамыз. Так, бұл жерде қанша көміртек бар? екеу, төртеу, иә? С4, H8, O2. Есептейтін болсақ, қанша болады? 12-ні 4-ке көбейтеміз, оған 8 қосамыз, 12-ні қосамыз. Сонда мрі 88 болады екен. Так, келесі тапсырма майлардың шығу тегіне агрегаттық күйіне қарай сәйкестендір деген тапсырма екен. Так, енді осы жерде сәйкестендіру керекпіз. Ең бірінші жануар майлары дейді. Қайсысы бұл жерде жануар майы болады? Келесі тапсырмада біз майларды бір-бірімен сәйкестендіруіміз керек. Жануар майлары, соның ішінде қатты және жартылай қатты майлар. Бұл бізде сары майы 3 болады. Өсімдік майлары, қатты және жартылай қатты майлар. Қос майы. Жануар майлары, соның ішінде сұйық түрі балық майы. Өсімдік майлары, ішінде сұйығы, иә? 1, 2, 4. Сұйық өсімдік майын қатты майларға айналдыру реакциясын жаз дейді. Ол жерде бізде гидролену реакциясы пайдаланылады. Мысалы, С57 H104 O6-ға сутекті қосатын болсақ, гидролейтін болсақ, ол майымыз біздің қатты майға айналады. С57 H111 O6. Мына тізбек бойынша жүзеге асыратын рецептіндеулерін жазыңыз дейді. Ең бірінші этиленнен не алу керекпіз? Этиленнен алу керекпіз. С2H4-ке суды қосу арқылы CH3 SOH алып аламыз. Әрмен қарай осы алынған алдегидті күміс оксидін қосу арқылы сірке қышқылын аламыз. Алынған сірке қышқылына спиртті қосу арқылы С4H9 спиртті қосатын болсақ, бізде күрделі эфир алынады. CH3 SOO С4H9. Все, достар, осымен тапсырма аяқталды. Баршаларыңызға сәттілік, жоғары балл алуларыңызға тілектеспін.